Қостанай облысында бір ай бойы газ болмайды. Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Қостанайлықтар, тамыздың 1-нен 25-не дейін көгілдір отынсыз тұруларыңызға тура келеді. Дәл осы уақытта жөндеу жұмыстар өтеді. Қарталы Рудный магистральды газ құбырында. Ол 1965 жылы салынған, Қазақстанда алғашқы болып пайдалануға берілген желілердің бірі саналады. Шынымен, көненің көзі ғой. 155,8 шақырымдық газ құбыры 57 жылдан кейін жабылғалы тұр. Барлық деңгейдегі тұтынушыларға көгілдір отын беру 25 күнге тоқтайды. Мұның газ желісіне қосылған Жітіқара, Қарабалық және Қамысты аудандарына ғана қатысы болмайды. Бұны Қазтрансгаз акционерлік қоғамындағылар айтады. Келе жатқан қыста газсыз қалмау үшін жасалып жатыр жұмыстар. Тексеріс болған, ақаулар анықталған. Тамызда электр плиталарға сұраныс артатыны сөзсіз. Ақпараттың толық нұсқасы сайтта Экспресс.каны